Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен лавр жапырағының адам денсаулығына пайдасы туралы айтатын боламыз. Лавр жапырағы бәріміздің де ас үйімізде бар. Оны көбінесе қуырылған және бұқтырылған ет, сорпа секілді тағамдарға қосамыз. Алайда бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданатынын біріміз білсек, енді біріміз білмеуіміз мүмкін. Оның құрамындағы эфир майы органикалық қышқылдар қабынуға қарсы әсер етеді. Лавр жапырағы субтропикалық климатта күн сәулесінен энергия алып өседі. Сол себепті оның адам ағзасына пайдасы өте көп. Енді біз көптеген дәрі-дәрмектің орнына қарапайым жапырақтың бас алатынын білеміз. Лавр жапырағы мынандай аурулардың алдын алуға көмектеседі. Диабет кезінде лавр жапырағының көмегімен қаныңыздағы қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып, 3 стакан қайнаған су құйыңыз. Тұнба 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл емдік сусынды күніне 3 рет тамақ жерден жарты сағат бұрын ішіңіз. Емделу курсы 2 апта. Арықтағыңыз келсе, 5-6 жапырақты ұсақтап турап, 1 стакан салқын су құйып, 1 түнге қалдырыңыз. Таңертең лавр сусына 15 минуттай қайнатып, қақпақтың астына тағы 30 минут сақтаңыз. Қайнатпаны күніне 3 рет ішіңіз. Емделу курсы 1-7. Одан кейін міндетті түрде 2 аптадай үзіліс жасауыңыз керек. Сусын дәмді болу үшін бал, жаңғақ, даршын, жанжабіл, кардамон қосып ішуіңізге болады. Ауыз қуысының ауруларына қарсы, егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса, сіздің қызыл егіңіз ісінсе, қан жел, стоматит, гингивит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз мүмкін. Олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзіліске лавр жапырағын шайнаңыз. Нәтижесіне көзіңізді жеткізіңіз. Ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, жастығыңыздың астына бірнеше лавр жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәрестеде ұйықтайсыз. Бұл әдіс балаларға да пайдалы. Мұндай хош иістен бала керемет қалың ұйқыға кетіп, түн ұйқысын мүлдем бөлмейді. Келесі, ара шаққан кезде. Ара шағып алған кезде сезім бәріңізге де таныс шығар. Егер сондай жағдайға тап болсаңыз, лавр жапырағын ара шаққан жерге қойып, байлап тастаңыз. Қабыну тез арада кетеді. Үйіңіздегі ауаны хош иістендіреді. Лавр жапырағының құрамында эфир майы болғандықтан, үйіңізді залалсыздандыратын қасиетке ие. 10-15 жапырақты алып, қайнатып, бөлмелеріңізге қойыңыз. Бірнеше минуттан кейін керемет хош иіс шығатын болады.